Армысыздар. Өзін өзі тану жобасының авторы Сара Алпысқызы. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны рухани тұрғыдан дамытып, адамгершілік қасиеттерін жетілдіру арқылы ізгілікке, инабаттылық пен парасаттылыққа үйрету керек дейді. Ол нағыз ұстаздың қолынан ғана келеді. Жаңа тұрпаттағы ұстаздың келбеті, оған қойылатын талап пен артылатын жауапкершілік мәселелері. Республикамыздың бірінші ханымы, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызының Бөбек ұлттық орталығына арнайы семинарға жиналған қазақстандық мұғалімдермен кездесуі барысында сөз болды. Қазақстанның бірінші ханымы Сара Алпысқызының ұстаздар қауымымен жаңа оқу жылындағы алғашқы кездесуі өзін өзі тану білім беру бағдарламасы авторының дәстүрге айналған сүйіспеншілік сабағынан басталды. Бөбек ұлттық ғылыми практикалық білім беру және сауықтыру орталығында ұйымдастырылып отырған бүгінгі жүздесуге еліміздің әр аймағынан өзін өзі тану білім беру бағдарламасы бойынша біліктілігін арттырып, халықаралық семинарға қатысуға келген ұстаздар бас қосуда. Кездесу барысында Сара Алпысқызы жас буынның рухани адамгершілік білімін дамытып, жалпы адамзаттық құндылықтарды насихаттауға үлес қосып жүрген оқытушы мамандармен руханилық, адамгершілік туралы пікір алмасып, өз өміріндегі елеулі оқиғаларды еске алып, тәлімгерлермен кемел өмір сүрудің сырымен бөлісті. И вот эту закономерность, через наше самопознание. Рухани тұрғыдағы тәрбиені әр адам ең алдымен өзінен бастау керек. Ал бәрінің бастауы махаббат пен адамзатқа деген сүйіспеншілік. Жүректен шыққан жылы сөз жүрекке жететіні сөзсіз. Әлемді мейірімділіктің құшағына алу адамдардың өз қолында. Ол үшін бір-бірімізге қайырымды, мейірімді болып, жан жылуымызды аямай, айналадағы адамдарға түсіністікпен қарап, кешірімді болуымыз керек. Жақсы ойлап, сөздің қасиетін бағалап, жақсы сөйлей білуге үйренуіміз керек. Өйткені жақсы өмір сүрудің өзі жақсы ойлардан, ақ ниетпен, айтылған жылы сөздерден бастау алады. Сондықтан балаға адамгершіліктің қарапайым қағидалары болып саналатын жауапкершілікті сезіну, риясыз жақсылық жасай білу, ар-намысты сақтау, махаббат пен жанашырлық таныту сыңайлы қасиеттер негізінде тәрбие беру бүгінгі таңдағы білім беру жүйесінің негізгі өзегіне айналуы тиіс. Осознать себя, познать себя. Бағдарлама авторы қазіргі кездегі әлемдегі рухани және адамгершілік құндылықтары туралы айта келе, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы ата-ананың, әсіресе әйел қауымының атқаратын рөліне баса назар аударды. Әрбір отбасының ұйытқысы да, қоғамның тәрбие көзі де әйел дейді ол. Сондықтан бүгінгі заманда әйел затына артылатын жауапкершілік те өте үлкен. Өйткені әйел өмірлік жарының егісіне жәрдемші, әрі перзенттердің мейірбан анасы. Ал ананың негізгі міндеті руханилық пен адамгершіліктің негізін салу. Егер ана рухани болса, айналасындағы адамдарға адамгершілікпен әрекет етсе, балалары да анасының асыл қасиеті мен тәрбиесін бойына сіңіріп өсетін болады дейді Сара Алпысқызы. Осы орайда бағдарлама авторы ұстаздарға артылатын жауапкершіліктің жүгі ауыр екендігінде алға тартты. После семьи дети приходят в школу. Баланың өнегелі тәрбиесі отбасынан бастау алып, әрі қарай балабақша, мектеп қабырғасындағы тәрбиеші мен ұстаздардың ұлағатымен жалғасады. Сондықтан жанұядан қоғамдық өмірге енді ғана қадам басқан бүлдіршіндерге мейірімділік қажет болса, шыдамдылық танытып, оған жеке тұлға ретінде қарап, сүйіспеншілік негізінде тәрбие беру әрбір мұғалімнің міндеті екенін ұмытпауымыз қажет. Бүгінгі жас ертеңгі ел болашағы. Егер баланы кішкентайынан жақсы әдеттерге баулып, оның табиғи бейімін, дарынын аша білсек, ол келешекте жан-жақты қабілетті тұлға болып өсіп, бүкіл елдің абыройлы азаматына айналар сөзсіз. Сондықтан жаңа тұрпаттағы ұстаз өзін-өзі тану ілімінің қыр-сырын танып, оқушыға ізгілік педагогика негізінде тәлім-тәрбие беріп, шығармашыл болуға тырысу керек. Деятельность надо развивать. Өз кезегінде семинарда бас қосқан ұстаздар өздерінің нағыз шығармашыл әрі өнердің қай түрінен болмасын кенде емес екендігін кездесуде орындаған әсем әндермен жүрек түбінен шыққан арнау өлеңдері арқылы танытты. Үміт отын жақсан егер әр көзге, жүрек жылуы табылады жылы сөзде. Даналықтың ұлылығын ұлықтау, жақсылыққа жетелер пәнімізде. Мейірлену, жақсы көру, жол табу, тәрбиеге көңіл бөлу, ойлану. Нұр шуағы жағылар ізгілік пен адамгершілік қағидасы өзін-өз тану.
Махаббатпен жаратқан адамзатты, ұлы сезім жүректегі ең тәтті. Жүректерге жол тапқан ізганамыз, жылы сөз айттыңыз жанға шуақ. Бәрі де махаббаттан басталады. Бөбектің жанашыры үлганасыз, мейірімді, жылы жүзді дарасыз. Руханилық тағылым еңбегіңіз, ұмытылмас жақсылар қалағаныз. Алтын жүрек анасы, ел анасы, алғысымыз шексіз сізге ризамыз. Өзін тану сабағы, ол өмір сабағы. Осы пән арқылы әр баланың жүрегіне жылулық ұялату, баланың көкірек көзін ашу, жалпы адамзаттық құндылықтарды жарыққа шығару, ол біздің басты парызымыз деп есептейміз. Браво. Бүгін біз курстан практикалық біліммен қоса теориялық білімімізді шыңдап, сонымен қатар шығармашылығымызды шыңдап жатқан жайымыз бар. Бұл пән, өзін-өз тану пәні негізі жай пән емес, бұл пән метапән. Бұл пән біз қазіргі кезде барлық білім, яғни материалдық құндылыққа қалай бет бұрғаннан кейін, қазір біз жанды білімге көп назар аударуымыз керек. Бүгінгі курстың негізгі қорытындысы ретінде және осы түйіні ретінде бүгін біз тамаша рухани ұстазымыз Сара Алпысқызымен кездесіп отырмыз. Енді сіздерге ішімдегі сезімімді, бұл бақытты сәтімді жеткізу мүмкін емес. Бұл кісімен кездесу біз үшін өте сый. Ол кісінің әрине өзінің рухани ұстазы бар шығар, бірақ біз үшін ол кісі рухани ұстаз. Білім беру үдерісін жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде ұйымдастыру және балаларды шығармашылыққа баулудың маңыздылық мәселелері Бөбек ұлттық орталығында өткен халықаралық семинарда да сөз болды. Қазіргі білім беру ұйымдарының алдындағы басты мақсат өмірдің барлық саласындағы белсенді, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Ол үшін өскелең ұрпақтың шығармашылық қабілеттерін ашып, дамыта білуіміз қажет. Бүгінгі күні балалардың шығармашылық қабілетін оятуда сан алуан әдіс-тәсілдер бар. Мәселен, бүлдіршінге ән айтқызудың өзі, оның музыкалық бейімін дамытып қана қоймай, оны түрлі әсерге бөлеп, жүрек түбінде жатқан эмоцияларын оятып, сыртқа шығаруға септеседі. Сондай-ақ баланың шығармашылығын дамытуда сюжеттік рөлдік қойылымдардың да әсері зор. Ал осы шығармашылықты дамытуға бағытталған әдістемелік тәсілдердің Сара Алпысқызы бастаған өзін-өзі тану, білім беру бағдарламасында кең түрде көрініс тауып отырғандығы қуантарлық жайт. Мен Қазақстанға, осы Бөбек орталығына алғаш рет келіп, мұғалімдер мен балалардың ынтымақтастығын көріп, ерекше бір мейірімділік әлеміне түскендей болып тұрмын. Жалпы адамзаттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған осындай семинарға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Бала бұл дүниеге тап-таза, пәк жүрекпен келеді. Сол жүректі адал да жақсы етіп жандандыру мына біздің ата-ана мен ұстаздардың қолында. Егер біз бүлдіршіннің жан дүниесіне жете үңіліп, оны бағбандай баптасақ, бірте-бірте ол өз жемісін бере бастайды. Дұрыс қарым-қатынас орнатуда баламен әңгімелесіп, оны сөзге тартудың маңызы зор. Мәселен, көркем әдебиетті бірігіп талқылау, ортақ әңгіменің өзегі бола алады. Белгілі бір шығарманы оқығанда бала ой қиялға беріліп, мәтіндегі образдарды танып біле отырып, кейіпкер бойындағы ұнамды, адамдық қасиеттерді білуге талпынады. Осы орайда бала тәрбиесінде маңызды істі қолға алып, жалпы адамзаттық құндылықтарды оқу үдерісінде тек теориялық тұрғыда ғана емес, практика жүзінде жүзеге асырып отырған қазақстандық ұстаздарға үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Әрине, бұл бірінші ханымдарыңыз Сара Алпысқызының бастамасымен әдістемелік жүйені дұрыс жолға қоя білген Бөбек орталығы қызметкерлерінің сүбелі еңбегінің жемісі. Мен Қазақстандағы Бөбек орталығын бүкіл әлемге жалпы адамзаттық құндылықтарды жандандыру жолында бағыт беріп тұрған жұлдызға теңер. Бөбек ұлттық орталығында 3 күнге созылған халықаралық форум мұғалімдердің кәсіби біліктілігін жетілдіру мен тәжірибе алмасу алаңына айналды. Республикамыздың әр аймағынан жиналған ұстаздар шетелдік әріптестерінің шеберлік сыныптарына қатысып қана қоймай, оқу үдерісіне байланысты өздерін қызықтырған бірқатар сұрақтарға да жауап алды. Семинарға қатысқан мұғалімдер біліктілікті арттыруға арналған мұндай дәрістердің маңыздылығы мен пайдасын ерекше атап өтті. Осы оқуда менің алған өзіме әсерім өте керемет. Және өзімнің шәкірттеріме осы 5 құндылықтар арқылы кемелденген ұрпақ тәрбиелеуге өзім үлесімді қосудамын. Осы өзін тану арқылы және Сара Алпысқызының идеясының арқасында білім беріп қана қоймай, рухани адамгершілік тұрғыда кемелденуге де мүмкіндіктер толып жатыр. Өзімнің бойымдағы өзгерістер айтатын болсам, мен жақсы жағына өзгердім. Осы пән арқылы бүкіл
бойымдағы жаман қасиеттерден арылып жақсы қасиеттерге бет бұрдым. Және де мен алдағы уақытта өзімнің шәкірттеріме де осы бойымдағы жақсы қасиеттерді, сүйіспеншілік нұрымды жан-жағыма жадырата шашып, ұрпақтарды кейінгі алға қарай жетелеп өз үлесімді қосуға дайынмын. Сонымен бүгінгі халықаралық семинарда айтылғандай, өзін өзі тану адам өміріне бағыт-бағдар, ақыл кеңес, тәлім-тәрбие беретін жоба. Өскелең ұрпаққа осы жобаның қыр-сырын үйрету арқылы тұлғаның өзіне деген сенімділік артып, өмірге деген құштарлығы оянады. Адалдық, мейірімділік, адамгершілік ұғымдары жастардың бойтұмарына айналып, олардың қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігі іс-әрекетінен көріне бастайды. Бағдарлама мен жобаның мақсаты да осы. Ұрпағымызды ұлағатты ету жолында аман болайық.